Биология ғылымдарының докторы, профессор Сейітов былай дейді. Бұл сусын көптеген халықтарға ерте кезден-ақ белгілі. Оның түп тамыры сонау скифтерге дейін барады. Грек тарихшысы Геродот скифтердің бие сүтінен сусын ашытатынын айта келіп, олардың сүт консервілеу құпиясын мұқият сақтайтынын, ол құпияны ешкімге айтпайтынын жазған. Ал француз саяхатшысы Вильгельм Рубринас та 1253 жылы қазіргі Татарстан территориясына саяхат жасап, қымыз ішкен. Қымызды ашыту жолдарын, дәмін, адам ағзасына, оның ішінде несеп бөлуге әсер ететінін байқаған. Қымыз жайлы көшпелі елдің тұрмыс тіршілігін бақылаған Ақсақовта тіпті орыстың ұлы ақыны Пушкин де жақсы лебіз білдірген.